Енді бұның ішіне сіздер картошка да, творог та, не қосқыларыңыз келсе де қосып пісіре бересіздер. Жаймасы өте, мекенде жұмсақ, жұп-жұқа болды. Пісті. Қарып пісті даже міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынандай болды. Дәмді. Жеп көрдік, өте дәмді. Сіздерге кеңес беремін, пісіріп жеңіздер. Сіздер ма оқырмандар, міне сіздердің үйлеріңізде бір кесе айран болса жеткілікті. Бір кесе айранға қазір біз бір кесе айранға или саламыз. Мынау міне 300 миллиграмм, мен 200 миллиграмм алдым. Міне осы айранды алдық. Бұл өте оңай рецепті. Себебі бұны нанды ашытып жатпаймыз. Мына жұмыртқа таза және жуып қойдым. Енді бұл айран мен жұмыртқаны қазір қосып араластырамыз. Жұмыртқаны кішкене араластырып аламыз айранмен. Сосын бұған қосамыз бір қасық қант, бір үлкен қасық қант. Сосын тұз. Тұзды енді өздеріңіздің қалауларынша мен жарты қасық салдым. Сосын немесе ас-содысын салуға болады. Ас-содысы болмаса, мындай қопсытқыш салуға болады, разрыхитель. Осы бір разрыхитель 10 грамм. Осыны бірақ саламыз. Араластырамыз. Айранға разрыхительді араластырып аламыз. Себебі ұнға араластырғанша айранға араластырсақ жақсы көтерілетін болады нанымыз міне. Себебі айран міне уже реакция беріп жатыр. Көпіршіп, ағарып, көріп тұрсаңдай өздеріңіз міне реакция беріп жатыр. Енді бұған не бір қасық сұйық май, бір-екі қасық сұйық май қосамыз. Немесе міне столда тұрады ғой шайдың несі. Үйде мынандай үйде столда тұрған еріп тұрады ғой, сондай май қоса саламыз. Мына ішінде қоса саламыз, өйткені үйге жақсылап свежий май саласың ғой столға. Кешегі салған майлардың бәрін қосып жасай беруге болады. Майды осылай қоя береміз. Майды осылай араластырамыз. Бұны қазір қолмен араластырамыз ғой. Жай өстіп ішінде жата берсін май. Ертіп қосса да болады, ертпесе де ұн салғанда қазір өзі еріп кетеді. Көрдіңіз қалай көпіршіді. Бұл ана разрыхительді не беріп жатыр реакция. Дрожжы негізі көбінесе зиян деп айтады. Осындай ашымаған нандардан жеу керек. Жалпы сондай нандар өте пайдалы болады. Бұған қазір ұн қосамыз. Елеуіштен өткізіп ұнды қосамыз, немесе алдын ала елеуіштен өткізіп дайындап алсаңыздар болады. Мен алдын ала дайындаған жоқпын, осылай сразу үстіне сеуіп жатырмын. Кәдімгі күштілеп қамыр илейміз. Кәдімгі нан қолға жұқпайтындай болғанша ұн қосып кәдімгі қамыр илейміз. Бұл ана шелпектің қамыр сияқты, көрдіңіздер ме? Жет шелпектің қамыр сияқты. Осылай илей береміз. Алып тастаймыз, вилканы алып тастаймыз. Шанышқымен емес, қолмен әдемілеп араластырамыз. Қолмен жақсылап, қолымыз тазалап жуамыз да үйде. Үй жағдайында ғой, бәріміз қолымыз таза ғой, ас үйде жүрген соң. Кәдімгі нанды илейміз. Аса қатты емес, аса жұмсақ емес.
мынаған тағы да ұн қосу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осындай нан шығады. Қолға кішкене жабыспайды осындай. Егер сіздің өздеріңізге ұнап тұрса, ұн тағы да қосып жіберсеңіздер болады, бірақ қатты болып кетпесін. Жұмсақ болу керек. Міне тегеш кішірек болды да, мынаған. Мына үлкен тегешке не істеп жатырмын? Дұрыстап екен қандырып тұрып елеп жатырмын. Себебі ие қанғаннан күшті болады. Нанды негізі еген қандыру керек. Ие қанғанша осылай елеп, сосын не істейміз. Ие қанғанша елейміз де тындырып қоямыз. Бір 15-20 минутқа тындырып қоямыз бетін жауып. Себебі ішінің начинкасын жасаймыз ғой. Осының ішіне қазір саламыз. Салмасын жасаймыз. Сол үшін бұны тындырып бір жерге қоя тұрамыз. Бұның бетін жауып қазір бір жерге қоя тұрамыз осылай. Енді ішінің салмасын жасаймыз. Біздің үйде мынандай сыр бар екен. Осы сырды қазір теркадан өткіземіз. Мынандай үлкен жағынан өткіземіз теркадан. Кіші жағы кембет шығысы, үлкен жағы жақсы. Не осылай күштілеп, әдемілеп теркадан өткізіп. Өккіш дейді ғой, өккіштен өткіземіз. Енді біздің әбден тіліміз үйреніп алған. Терка не деп. Қазақша сөйлеп үйрену керек. Әрқашан қазақ тілін біз деген балаларымызға қалай айтамыз, солай олар қағып алады ғой. Сол балаларға тіске басар ғой. 5-ші айына бір нәрсе айту, жеп жүрсін деп. Үйде бар заттармен, үйде бар айран, үйде бар бір жұмыртқа. Сонымен жаңа нанын елеп алдық. Енді міне үйде бар сырмен ортасын осындай бар заттармен дайындай салатын, жылдам дайындай салатын, оңай дайындай салатын. Үйлеріңізде егерде бір пісіп тұрған күріш болса да начинка қылып жасай саласыздар. Жоқ әлде мынандай бір ішіне сәбізбен де қуырып жасауға болады. Мен балалармен мынандай сыр жақсы көреді. Сондықтан сырмен жасап жатырмын. Не болып қалды? Кішкене ғана сыр қалды. Бәрін өккіштен өткізіп тастайық. Көп болып тұрған сияқты негізі. Көп емес, аз басылып қалады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Осында бір тарелка шықты. Бірақ та бұл немене салған кезде онша көп болмайды, жеткілікті болады. Қазір енді нанын жайып ортасына саламыз. Начинкасы дейді ғой, ішіне салатын. Ортасымен қазір майда астын қосайық оттан. Табаға кішкене ғана май сала саламыз. Бұл ерсін. Қазір ерейді күшті болып. Шетіне түсіріп қырып алайық. Мынау сливочный масло ғой, столдың үстінде тұрған үйдегі сливочный масло ала салдық. Өзіміз үйде мен сарымсақ жақсы көрем. Сарымсақты жақсы көрген соң ішіне сарымсақтан да жасайын деп тұрмын. Негізі начинкасы сырдан болады балаларға. Ал мен өзіме сарымсақтан жасайын деп тұрмын. Қазір кішкене май ерсін. Ереген соң барып салайық. Еріп кетіп жатыр. Осы жабысқан ұнамайды.
Чықырлай бастады. Негізінен мен бірақ салсылайық. Қайта-қайта. Бұны араластыратын қасық алып алайын. Қатты қып-қызыл қуырудың қажеті жоқ. Сарымсақ кішкене өзі жартылай піседі ғой. Сондай жартылай піскен дәмді болады. Кішкене тұз қосайық бұған. Тұз сеуіп жіберейік. Дәміне қарай сәл ғана, себебі қамырға да тұзбен қант қосып илейміз. Қамыры бұның жаңа айтқандай сода түкте керек жоқ. Разрыхительмен, қопсытқышпен илей саламыз. Қазір кішкене қызарады. Қызармайды, сәл нетеді. Күшті болып жатыр. Иісі бұрқырады ғой. Көп шіркін. Кішкене жұмсарды. Мен аз ғана жасадым бір бас сарымсақпен. Енді үйде кісі көп болса, сарымсақ жақсы көретіндер болса, сіздер одан да көбірек қып, майын да көбірек қып салып, қуырып, қып-қызыл қып салсаңыздар болады. Мен осылай ғана қуырап болды. Табын астын өшейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі болып қуырылды. Кішкене қызарыпты. Негізі аса қызартудың қажеті жоқ. Осы жарап қалады. Мен осыны қазір астын өшірем. Сонымен болды. Суытып қоямыз. Тынып тұрған нанымызды аламыз. Бұны бөлеміз қазір. Бұны 9 бөлікке бөлік деп ойлап тұрмын. Себебі 9 деген өте жақсы сан ғой. 9 бөлікке бөлеміз. Бөліп домалақтап қоямыз қазір. Так. Кішірек болып кетті. Бәрін домалақтап қоямыз. Жайғанға ыңғайлы жасап. Шетінен бір-бірден алып қазір жаямыз да. 9 бөлікке бөлдік. Қазақта 9-дық деген бар. Сол 9-дықты әрқашан жасап жүру керек. Өз тамақ істегенде де 7 шелпекте де мен 9 шелпек жасаймын. 9 тоқтық, молшылықтың белгісі ғой. Мен домалақтағандарымыздың бәрін өстіп аламыз да. Әдемілеп жаямыз домалақ. Оны септік астына. Бірақ оның көбін алып тастадым мен. Себебі көбін болуын қажет жоқ. Осыған жаймамызды қазір домалақтап жайып алған соң. Ортасына міне жаңа жасаған начинкамызды ана 9 бөлікке бөліп қоюға болады. Бірақ менде сарымсақтан да начинка жасадым. Сондықтан шетіне өстіп сала берем. Көп болып тұрған жоқ. Кішкенеден кейін ол отырады. Шетін бүйтіп түйеміз.
Енді қолдарыңыздың қалай ыңғайы келеді, солай түйе беріңіздер. Бұл жерде бір қатып қалған ешқандай қағида жоқ. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Іші әйтеуір толықтай жабылса болды ғой. Бұны қазір жаямыз. Сонда сыртындағы қамырымыз жұп-жұқа болады. Тез пісады, 2-ақ минутта. Міне, ұнды не үшін осылай қойдым? Шетінен керегінше. Шетінен керегінше алып отырасыздар. Ұнды. Міне, осылай күшті. Қамыр әдемі болды. Қамыр тынып, жақсы көтерілген көрініп тұр. Мен міне 5-ақ минутқа ма? 5 минутқа да қойған жоқпын. Сразу оны начинкасын жасаған соң істеуге кірісіп кеттім. Сондықтан алаңдамаңыздар, оны көп тосқызудың қажеті жоқ. Осылай. Келесісін жасаймыз. Қазір мен сіздерге екіншісін көрсетіп жіберейін, тездетіп. Ана сарымсақты пияз дейді ғой, бізде пияздан жасалған. Бізде шығыста сарымсақ деп айта береді. Сарымсақ деп негізі литературный дейді ғой, әдеби тілде ол пияз болады. Ол пиязды қазір ортасына саламыз. Міне ұнымыздың бәрі осыған кетті. Жаңа мен өздеріңізбен бірге қуырғанбыз бір сарымсақты. Сол бір сарымсақтың ғана салмасын салайын деп тұрмын. Сіздерге көрсету үшін. Бұған кішкене тұз қосқанбыз. Бұрыш қосуларыңызға да болады. Өздеріңіздің дәміне қарай соның бәрін қосасыздар. Біреуде қалдырмай бәрін салып алыңыздар. Босқа сырап болмасын. Негізі сырапшылдық дұрыс емес. Осылай бәрін салып аламыз. Ақырындап жаңағыдай өздеріңіз көргендей шетінен қосамыз, бір-біріне осылай түйеміз. Мынаны әдемілеп түйіп алдық. Қазір табамызды отқа қоямыз да қыздырып. Міне осындай әдемі не шықты. Бұны да осылай ақырын жаямыз. Бұл бұрын қарма қарушы едік қой, сол қарма сияқты болып шығады, сырты қытырлап. Себебі оны біз неменеге май салмай, қазір көрсетем сіздерге. Мына жеріме жарылып кетіпті. Осындай жағдай болмас үшін жаңа түйген кезде дұрыстап асықпай. Мен сіздерге асығып көрсетіп жібердім. Міне, асықпай бәрін түйіп тастау керек. Шыға қоймайды бұл. Жұп-жұқа ғой, несі тез пісады. Тем более ішіндегі начинкасы уже пісіп тұр. Ол еще сыртына шығып жарылып жатпайды. Ол немене ғой? Дайын тұр. Міне басқаларында тура осындай әдіспен ортасына осы начинкаларын қалған бәрін салып жасайсыздар. Осыны мен қазір қысқа ғана сіздерге екеуінің пісіру әдісін көрсетіп жіберейін. Майын салып қойдым табаға. Қызсын. Қазір қалғандарында тура осындай әдіспен жасайсыздар.
Табамызды қойдық. Міне отқа табан алдым. Бұған блинді пісіратынмын. Қазір әбден қыз келетір. Қызсын, сосын біз жаңағы салмамыз бар. Бірінші саламыз әдемілеп. Соны саламызда негізі бетін жауып қоюға да болады. 2 минутқа қоя тұрамыз. Бетін жаппауға да болады. Ешқандай май салмаймыз. Себебі жаңа қамырға май салдық қой. Қамырға май салдық. Көрдіңіздер, жеткілікті 2 қасық май салдық. Енді табада ешқандай май жоқ. Бұл майсыз тамақ кішкене пайдалы ғой, көп майдың жеудің қажет жоқ. Міне осының ішінде. Бұрын табаннан істеуші едік қой, табаннан. Қарма қарып. Сол қарма осылай әдемі қызғылт түспен. Қазір көрсетем, солай шығады. Бұл пісе берген уақытта піссін қазір. Бұл қызарғанша біз одында екінші басқа қамырларымыздың ортасын толтыра берейік. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қарма болды екінші жағы. Енді екінші жағында қоя тұрамыз 2 минутқа. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай екінші жағында пісіп қалу керек. Қазір көреміз. О, тамаша. Тамаша қызарды. Міне осындай барлық 9-ында пісіріп шығамыз. Міне қараңыздар, қандай тамаша жайылады. Ортасындағы ауасы мынаны бүйтіп итеріп тұрады екен. Қалай тамаша жайылады. Өзім таң қалып тұрмын. Керемет. Жақсы көтерілген, нан да тынған. Ортасындағы ауасы домалақ жұп жұқа қылды мынаны. Мынандай болады, не қалыңдығы. Бірақ ішінде салмасы бар, сондықтан наны сыртқа жұқа болып тұр. Ішінен даже жаңағы нелеріміз көрініп тұр. Сырларымыз теркадан өткен. Өкіштен өткен сыр міне көрініп тұр. Ұстасам білінеді екен. Әдемі, прям жұмсақ болды. Қарма сияқты болып шықты. Енді біреуін кесіп көрейік, ыстық екен. О, міне. Ішінде сыры қандай дәмді. Есі бұрқырап тұр. Сарымсақпен бөлген мынандай болады екен. Ішіне сарымсақ төгіліп жатыр. Енді бұның ішіне сіздер картошка да, творог да, не қосқыларыңыз келсе де қосып пісіре бересіздер. Жаймасы өте, жұмсақ, жұп-жұқа болды. Пісті. Қарып пісті даже міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынандай болды. Дәмді. Жеп көрдік, өте дәмді. Сіздерге кеңес беремін, пісіріп жеңіздер. Төгіліп жатыр. Енді бұның ішіне сіздер картошка да, творог да, не қосқыларыңыз келсе де қосып пісіре бересіздер. Жаймасы өте, жұмсақ, жұп-жұқа болды. Пісті. Қарып пісті даже міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынандай болды. Дәмді. Жеп көрдік, өте дәмді. Сіздерге кеңес беремін, пісіріп жеңіздер. Доча, ұнады ма? Тамаша, е? Өте дәмді болыпты, мама, рахмет. Ас болсын, қолың.